Қайырлы күн. Бұл сабақта мен сіздерге біріншіден ешқайда бармай-ақ, банктерді араламай-ақ, бір күнде ипотека арқылы қалай үй алуға болатынын, екіншіден 2025 жылы ипотека үй алған тиімді ме? Үшіншіден, ипотека алуда көпшіліктің жіберетін 5 қателіктерін, немесе ипотекаға үй алғысы келетіндердің 70%-на не себепті отказ келетінін сызбада көрсетіп беремін. Сонымен қатар, ипотека саласында с нуля, дипломсыз, бастықсыз, графиксіз, офиске бармай-ақ, айына минимум 500 мың теңгеден бастап 5 миллионға дейін табысқа қалай шығуға болатын жайлы айтатын боламын. Бұл ақпаратты білу үшін сіз бірнеше банкты аралап, ақылы консультация алып келесіз, ал мен сізге тегін беретін боламын. Алдымен сіздерге өзімді таныстырып шығайын. Есімім Мадина Ақылтаева. Ипотека саласында жүргеніме 4 жыл уақыт болды. Бухгалтерия ИП саласында 15 жылдық тәжірибем бар. Ең алғашқы пәтерімді өзім Алматы қаласынан, қақ ортасынан ипотекаға 21 жасымда алған болатынмын. Қазір 33 жасымда уже 3-ші квартирамды алып жатырмын. Қазіргі 2 пәтерім айына 35 мың теңгеден төлеймін. Небәрі 70 мың теңге, ал бір пәтерге 250 мың теңге төлеп отырамын. Сол 2 пәтерімді жалға беріп, қазіргі ипотекамды толығымен жауып отыр. Одан бөлек осы ипотека саласында клиенттерге под ключ үй алып беріп, оқушыларға ипотека саласын үйретіп жүріп, айына 5 миллион табыс тауып отқан жайым бар. 4 жылда 100-ден аса клиентке пәтер алып берген жайым бар. Соларды мысал ретінде сізге айта кетсем, бірінші, ол бізде Нұргүл ханым айына небәрі 83 мың теңге төлеп тұрады. Ол кісі бақытты отбасы бағдарламасына қатысып, үй кезегіне тұрып, 4 балалы, көп балалы ана ретінде мемлекеттен бар жоғы 2 бөлмелі пәтерді 21 миллионға рәсімдеді. Одан кейін бізде екінші кісі қазір Толқын ханым, ол кісі ауыл мұғалімі. Айлығы 300 мың теңге. Ауылда өтіріп, өсіп келген 2 баласына, студенттерге пәтер жалдап тұрмас мақсатында Алматы қаласынан 1 бөлмелі пәтерді 2-ші деңгейлі банктер арқылы 18%-бен рәсімдеді. Айына 238 мың теңге төлеп тұрады. Одан кейін бізде үшінші, ол 23 жастағы жас маман, Алматы қаласындағы қазақ әдебиет пәнінен сабақ беретін мұғалім Көркемай мемлекеттік бағдарламамен айына небәрі 12 мың теңге төлеп тұратын 1 бөлмелі пәтерді алды. Бастапқы жарнасыз пәтер иесі болып отыр. Ал келесі клиентім Айнаш ханым мемлекеттен көмек ретінде үйдің бастапқы жарнасына 1,5 миллион теңгені тегін алды. Осы 1,5 миллион теңгені үйдің бастапқы жарнасына құя отырып, Алматы қаласынан Жас Қанат ықшам ауданынан 3 бөлмелі пәтерді 83 шаршы метрге айына 138 мың теңге төлеп отырады. Бұл тек сіздерге айтып отырған бірнеше ғана клиент. Бұндай клиенттер 100-ден асады. Және әркімнің жағдайы әртүрлі, әрқайсысы әртүрлі бағдарламалармен баспаналы болған. Бұл салада мен тек ипотека саласында үй алып беріп көмектесіп қана қоймай, онлайнда 50-ге жуық, офлайнда 25 қазіргі таңда табыс тауып жүрген шәкірттерім бар. Осы ипотека саласында жүрген шәкірттерімнің бірі Ақмарал ханым. Ақмарал ханым маған келген кезде ол кісі жаңадан ноутбукпен жұмыс жасап жүрген болатын, ал қазіргі таңда айына 2-3 миллион тауып отырған білікті маман. Кем дегенде 10-нан аса адамды сопровождениеға алып, үй алып беріп көмектесті. Ақмарал ханым бұл ипотека саласын менен 1 айдың ішінде офлайн толық меңгеріп шықты. Менің келесі кейсім ол Анель ханым. Анель ханым маған келген кезде өзі декретке шығу мақсатында және бухгалтерияны үйренуге келген, алайда қосымша ипотеканы үйрене отырып, қазір сопровождение алып отыр. Айына 1,5 миллион табыс тауып отқан маман. Ал келесі кейстардың бірі ол Мөлдір ханым. Мөлдір ханым мүлде музыкант. Ипотека, бухгалтерияға, есепке хабары жоқ болатын. Дегенмен де өзіне осы ипотека саласына қызығушылығы туып, өзіне ең алғашқы пәтерін Ақкент шағын ауданынан 1 бөлмелі пәтер алды, бастапқы жарнасыз. Және осы салада қазір жұмыс жасап отырып, сопровождение алмаса да, тек консультацияның өзіменен айына 300 мың теңге тұрақты табыс тауып отыр. Бұл менің бірнеше ғана кейсім. Сіздерге айтып отырған себебім, мен бұл салада новичок емеспін, және де барлық банктың қыр-сырын біліп, табалдырығын тоздырып, өзімнің басымнан өткеннен кейін, клиенттерге 100-ден аса пәтер алып бергеннен кейін, сіздермен сенімді ақпараттармен бөлісудемін. Біздің алғашқы тақырыбымыз ол бір күнде сіз үй ала аласыз ба? Банктерге бармай-ақ, ешқайда уақытыңызды жоғалтпай-ақ, ешкімнен сұрамай-ақ, сіз ол мәліметтерді үйде отырып өзіңізде білуге мүмкіндігіңіз бар. Енді ол мәліметті біз қалай білеміз? Ең алдыменен сіздің жеке ЭЦП-ңіз керек. Жарайды, ЭЦП-ңіз болмаған күннің жағдайдың өзінде де сізде телефон қолыңызда болу керек. Сол телефонда Егов мобайл приложениясы немесе ПКБ деп айтамыз, первое кредитное бюро, солның
приложениясы болу міндетті. Сол приложенияға кіру арқылы сіз өзіңіздің ең алдыменен кредиттік жағдайыңызды, скор балыңызды немесе кредиттік рейтингіңізді көре аласыз. Бұл ең басты критерий. Себебі сіз банктен ипотекаға алатын болсаңыз, сіздің кредитный тарихыңызды білуіңіз қажет. Кредитный тарих қажет болатын бағдарламалар бар, және де кредитный историяға қарамай, қара тізімде болсаңыз да алуға болатын бағдарламалар бар. Енді қараңыз, сіз алдымен кредитный историяңызды қарап тексересіз, скор балыңызды тексересіз. Егер данный момент текучий уақытқа просрочкаңыз болған болса, онда міндетті түрде сол просрочкаларды жабуыңыз керек. Екінші, біз сіздің пенсионкаңызды тексеретін боламыз. Ол үшін сіз Каспи приложениясын пайдалансаңыз болады. Госуслуги, соның ішінде цифровые документы, соның ішінде справка о пенсионных отчислениях деп. Кез келген банк сіздің пенсионкаңыздың 6 айына қарайды. Егер табысыңыз болса, тұрақты түрде 6 ай пенсионка түсіп тұрған болатын болса, ол бойынша да арнайы бағдарламалармен алуға болады, немесе табысыңызды растамай, пенсионкаға қарамай да алатын бағдарламаңыз болады. Енді қараңыз, сіз бірінші кредитный историяңызды алдыңыз, соны тексердіңіз. Скориніңіз, рейтингіңіз жақсы, делік мысал ретінде 700 болсын, немесе 600-500 көлемде болсын. Бұл бізде 1 менен 1000-ның аралығында жүреді. Одан кейін сізде тұрақты табысыңыз бар, табысыңыз 200 мың теңге, 20 мың теңге пенсионға түсіп отыр делік. Енді сіз осы мәліметтерді білу арқылы өзіңіздің ипотекаға үй алу мүмкіндігін көре аласыз. Егер сіздің айлығыңыз 200 мың теңге болса, онда сіз кемінде айына 100 мың теңге төлеп тұра алатындай пәтерді рәсімдеуге болады. Одан кейін, екіншіден, егер кредитный рейтингіңізді қарадыңыз, жаңа көрсеткенде скор балыңызды тексердіңіз, рейтингіңіз төмен, 500-ден төмен қарай болатын болса, 300, 200, немесе дефолт деп бізде айтады, мүлдем кредитні бермейтін адамдарға. Дефолтта болсаңыз, кредитный рейтингіңізді жақсартуға өтініш беруге мүмкіндігіңіз бар. Ол өтінішті 1 айдан 3 айға дейін рейтингті көтеруге әсер етеді. Және рейтингіңіз көтергеннен кейін сіз қайтадан уже ипотекаға заявка беруге мүмкіндік болады. Мен өзіме клиенттерді сопровождение алған кезде осы қызметтердің барлығы кіреді. Яғни мен сізге ИП іздеңіз, немесе ТО іздеңіз, жұмыс іздеңіз демеймін. Өзімнің ИП-ма, ТО-ма жұмыс ретінде тіркеймін, айлықтарыңызды жүргізіп отырамын, және де кредитный историяңыздың рейтингін көтеруге жұмыс жасайтын боламын. Жұмыс жасап, кілтті қолына алғанша ипотекаға сопровождение жасаймын. Және осы мәліметтің барлығын мен курста онлайн болсын, офлайн болсын, өзімнің шәкірттеріме түгел үйрететін боламын. Екінші, бізде 2025 жылы ипотекаға үй алған тиімді ме? Әрине тиімді. Неге? Себебі сіз қазір егер жалдамалы пәтерде тұрып жатсаңыз, айына 250 мың теңге төлеп жатыр делік, бір бөлмелі пәтерге. Сіз осы 250 мың теңгені өзіңіздің пәтеріңізге төлеп тұра аласыз. Мысал ретінде, мен сізге бір өзімнің ең алғаш алған 2018 жылы алған пәтерімді айтып өтейін. Мен қазір айына 35 мың теңге төлеп отырамын. Ол кезде бізде МЗП 42.500 теңге болған. Сәйкесінше 35 мың теңге өте көп сума болып көрінген. Одан бері міне уақыт өткелі бері қазір есептесеңіз 35 мың теңге деген ақша емес, шыны керек қой. Бір қазір инфляцияның арқасында біздің ақшамыз құнсызданып кетеді. Сол сияқты сіз қазір 250 мың теңгеге пәтер жалдап тұрмын, оны өз пәтеріме құйып отыратын болсаңыз, 3 жыл, 4 жыл, 5 жылдан кейін ол 250 мың теңге деген ақша болмай қалады. Себебі бізде күннен күнге, жылдан жылға инфляция өтеді, және де үйдің бағасы да көтеріліп жатыр. Мысал ретінде мен ол пәтерді 5 миллионға алған болатынмын, ал қазір ол пәтердің құны 20 миллион теңге. Тағы да бір тиімділігін айтып кетейін. Егер сіз бізде қазір көбісі қалай ойлайды, мен қазір пәтер аламын, 20 миллионға ипотека рәсімдеймін, айына 250 мың теңге төлеймін, мен оны мемлекетке, банкке жаңағы 60 миллион қылып қайтарам деп ойлайды. Олай істеудің қажеті жоқ. Сіз 60 миллион қылып қайтармай-ақ, айына 250 мың теңгеден 15 жыл төлемей-ақ, егер қолыңызда артық ақшаңыз болса, 100 мың теңге төлеп 1 миллион теңгеге дейін қысқарта аласыз. 15 жыл емес, 13 жылға қысқартуға мүмкіндігіңіз бар. Немесе жаңа қолыңызда болған отпускной алдық, 500 мың теңге отпускной алдық делік. Сол отпускнойды басқа жаққа жұмсамай, үйіңіздің ипотекасын төлеуге, основной долгты төлеуге, яғни сіздің графигін қысқартуға салып жүретін болсаңыз ақшаңызды, онда сіз 5 миллион теңгеге дейін үнемдеу мүмкіндігіңіз бар. Бұл сіздің 5 жыл уақытыңызды қысқартады. Сіз сол 250 мың теңге біреуге төлегенше, біреудің жалдамалы пәтері болып ауаға төлегенше, өзіңіздің ипотекаға төлеп, ол пәтерді арендаға беріп қойсаңыз да мүмкіндігіңіз бар. Қазір сіз тұрып жатқан пәтердің, немесе крышада жүрген пәтердің 90% ипотекаға алынған үйлер. Және де ипотекаға үй алудың тағы бір тиімділігі, ол сіз егер мұғалім болсаңыз, көп балалы ана болсаңыз, немесе мемлекеттік қызметкер болсаңыз,
әлеуметтік осал топқа жататын болсаңыз, сіз ипотекаға отбасы банк арқылы үй алатын болсаңыз, немесе мемлекеттік бағдарламалармен үй алып отырған болатын болсаңыз, ай сайынғы алып отқан табысыңыздың өсіруге, яғни ұсталатын налогтың суммасын азайтуға мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін небәрі бухгалтерияға өтініш жазғаныңыз жеткілікті. Ал өтініштің үлгісін мен сіздерге сабақта көрсететін боламын. Сонымен қатар, ипотеканың тағы бір тиімділігі, ол сізге инвестиция. Сіз кез келген уақытта пәтеріңізді сата аласыз. Ол өз бағасы жоғалтпайды. Және де сол пәтеріңіз сіз ертеңгі балаларыңызға да қалатын болса, ол мұра ретінде қалады. Бұл недвижимость, яғни жылжымайтын мүлік. Бұл сіздің балаңыздың өмірінің 20 жылын экономдайды. Себебі біз өзіміз өсіп келген кезде пәтер жалдап тұрып 5-10 жылымыз осы үй алу, пәтер алуға кететін болса, ал сіз болашақ балаларыңызға сол 5 жылын, 10 жылын қысқартып, өзінің қалаған жұмысымен айналысуға мүмкіндік тудырасыз. Және де осы ипотекада қалай сіз тиімді үй алуға болатындығын, және де налогыңызды қалай қысқартуға болатындығын, сонымен қатар ай сайынғы қазіргі бар ипотекаңыздың ай сайынғы төлемін, жылын немесе пайызын қалай азайтуға болатындығын курста толықтай үйретіп кететін боламын. Ипотека алу кезінде новичоктардың жіберетін 5 қателіктері. Ең бірінші қателіктің бірі ломбардқа алтын өткізуді айтар едім. Немесе микрозаймдар алсаңыз, бұл да үлкен қателік болып есептеледі. Неге? Себебі сіз ипотекаға үй аламын деп дайындалып жүрсеңіз, мүлдем өткізбеңіз алтынды. Себебі өткізген алтыныңыздың суммасы 50 мыңға өткізсеңіз де, 100 мыңға өткізсеңіз де, ол ашылған келісімшарт болғандықтан, ол келісімшарт сіз өзіңіз барып жаппасаңыз, даже алтыныңызды алмай кетсеңіз де, историяңызға әсер етеді. Ол черныйда тұрасыз, және де ол сізде қарыз болып қала береді. Ақшасын төлеп алтынды алып алған күннің өзінде де ол сізде ашық келісімшарт болып тұрады. Одан кейін микрозаймдар. Сіз егер микрозаймды алсаңыз, мысал ретінде 300 мың теңге алдым, 300 мың теңгені мен 1 айда жабам, немесе 5 айда жабам деп алсаңыз, ол сол сумма қалып кетеді микрозаймды. Соны жауып тастасаңыз да, сізде 300 мың теңгеге ашық договор болып тұрады. Ол үшін де міндетті түрде микрозаймдардың головной офистарына барып, заявление жазып, ол 3 күннің ішінде олар деген сияқты жұмыстарға тап боласыз. Бұл бірінші қателік. Екінші қателік, ол банктерді зерттемей жатып, кез келген банкте барып, өзіне ұнаған ипотеканы рәсімдеу. Мысалы, маған БЦК одобрение берді дейді, барып ипотека рәсімдейді. Сіз Алтын банкті көріңіз, сіз Фридомды көріңіз, сіз Халықты көріңіз. Тура сол бағдарламамен алатын үйіңіз БЦКда 250 мың теңге ай сайын төлесеңіз, Алтын банкте сіз 200 мың теңге төлеуіңіз мүмкін. Ол деген бір айдың ішінде 50 мың теңгеңізге дейін экономдайды. Одан кейін бізде үшінші қателік, ол дұрыс банктың сол ставкаларын білмеуі, бағдарламаларымен таныс болмауы. Бір банктың өзінде ипотекаға арналған бірнеше бағдарламалар болады. Сол бағдарламаны талдай білу керек. Мысал ретінде банк центр кредит алатын болсақ, супер ипотека, цифровая ипотека, ипотека на вторичное жилье деген сияқты бөлінеді. Әр ипотеканың пайыздық үстемесі де әртүрлі. Сіз алып жатқан пәтеріңізді білуіңіз керек. Қай ипотеканың бағдарламасымен алсам тиімді екен, ал бұны бізге банк менеджері айтпайды сізге. Сіз барып мен үй алам десеңіз, сізге тиімдісін қарастырмай, бірден өздерінде бар ипотекаларды ұсынады. Әрине пайызы жоғары, себебі банк өзінің пайызын ұстап қалу қажет. Ал сіз алдыменен біліп алуыңыз керек, қандай пайыздық үстемемен үй алатыныңыз. Содан кейін тағы бір қателік біздің застройщиктарды, яғни алатын үйді зерттемеу. Көп адамдар мысал ретінде, ой, ана үй жақсы екен, Ақкент жақсы екен, немесе Алмасити жақсы екен, немесе Жасқанат жақсы екен деп барып пәтерді алады. Ол хабарды өзінің туыстарынан, таныстарынан, жан-жағынан біледі. Ал сіз алып жатқан пәтерлеріңіздің қандай застройщик соқты, ол пәтер сейсмоустойкий ма, ол пәтердің рұқсаты бар ма, ол пәтерден үй алу қаншалықты сізге тиімді, сол жағын зерттей білуіңіз қажет. Себебі егер ол үй бір жылдан кейін құлап жатса, немесе красный линия деп айтамыз, дұрыс жерде орналаспаса, немесе жаңағыдай сейсмоустойкийға пәтердің өтпесе, рұқсатнамасы жоқ болса, онда ол пәтер сізде 1-2 жылдан кейін ала алмай қалуыңыз мүмкін. Немесе дольщик болып салған кезде ол пәтер бітпей қалуы мүмкін. Бізде көп жіберетін қателіктердің бірі, және осы көп адам, мысалы, Рамстың өзін айта кетейік, ол өте үлкен компания, соған биылдың өзінде 400-ге жуық адам алданып отыр. Алданғанда қалай, мына үй салады, 2025-те кілті беріледі деген үйлер әлі қатлағаннан көтерілмеген. Сіз осыны да біле білуіңіз керек. Кез келген үйге барып ақша сала беруге болмайды. Және де осы пәтер алатын кезде новичоктардың ең бастысы қателігі, біздің в основном олар қазақтарда болады деп айтайыншы. Біз жақсы көреміз ғой, 2-ші этаж, 3-ші этаж, 4-ші этаж өте тиімді, жақсы деп айтып жатамыз, Ол бізде бұрыннан бері қалыптасып кеткен установка. Сол установка миымызда қалып кеткен, біз 2-ші этаж, 3-ші этаж, 4-ші этаждан алуымыз керек. Жоғарғы этаж өте тиімсіз, 1-ші этаж ыңғайсыз деген сияқты. Бірақ сіз егер зерттей келсеңіз, сол үйді қарасаңыз, егер 1-ші этажда тұрған 10 миллионға тұратын болса, 1-ші этаждағы пәтер
пәтер. Екінші, үшінші, төртінші этажда ол сұранысқа өте жоғары қабаттар болғандықтан 15-16 миллион деген сияқты бағасы бірнеше есе қымбат болады. Және де соңғы этажды алсаңыз, сіз 10 миллионға аласыз. Яғни бізде бұдан не түсінеміз? Кез келген застройщикте, кез келген ЖК-ларда біріншімен және соңғы этажда ортадағы екінші, үшіншіге қарағанда арзан болады. Көріп отырғандарыңыздай, ипотека саласы өте мүмкіндігі жоғары салалардың бірі, және де қазір сұранысқа ие салалардың бірі. Себебі бізде пәтер алғысы келетін, пәтер жалдап жүрген жандар өте көп. Ипотека арқылы қалай табысқа шыға аламыз? Қазір кез келген онлайн салада бәсекелестік өте жоғары, ал ипотека саласы бос. Бұл салада сіз бастыққа бағынбайсыз. Таңмен тұрып автобуста қысылып офисқа барып 8 сағат үй көрмей, бала көрмей жұмыс жасамайсыз. Студент болсаң да, үйде отырған ана болсаңыз да, пенсионер болсаңыз да, бұл сала сізге тиімді. Мысалы, студенттер официант болып, курьер болып, сатушы болып отырғанша, ипотека саласын меңгеріп, күніне 2-3 сағатыңызды ғана арнап, табысқа шыға аласыз. Ал үйде отырған аналар ше, олар товар сатып алады, немесе сетевойға кіріп алады. Сосын ол товарларын сата алмай, ай сайын ақша табудың орнына қарызға кіріп кетеді. Ал ипотека саласында сізден ешқандай шығын талап етілмейді. Сіз бұл салада қызмет көрсетесіз. Ештеме сатып алып, ештеңе сатудың да қажеті жоқ. Енді осы табысқа шығудың нақты жолдарын айтатын болсақ, ол ең алдыменен сіз ипотекаға сопровождение аласыз. Яғни клиентті толықтай от үйдің кілтін алып бергенше қызмет көрсете аласыз. Мысалы, қазір нарықта осы ипотекаға сопровождение жасау 300 мың теңгеден 1,5 миллионға дейін алады. Егер сіз ипотека саласын меңгерсеңіз, мысал ретінде бір айда 10 адам алдық. 300 мың теңгеге алдым деген күннің өзінде де сіз 3 миллион табыс таба аласыз. Егер маған 10 адам ауыртпашылық етеді десеңіз, 500 мың теңгеге 2 адам алып та 1 миллион теңге табысқа шығуға мүмкіндігіңіз бар. Одан кейін бізде екінші ипотека бойынша консультация беру арқылы табысқа шығуға болады. Бұл дегеніңіз, сіз курста алған білімдеріңізді жаңағы клиентке сопровождение жасамай, консультацияға беріп, яғни жолдарын көрсетіп, табысқа шығасыз. Ол үшін біздің консультация 10 мың теңгеден бастап 50 мың теңгеге дейін аралықты құрайды. Мысал ретінде сіз бір күнде 10 мың теңгеге бір адам алғанның өзінде бір айда 30 клиент алатын болсаңыз, 300 мың теңге табысқа шығуға болады. Одан кейін үшінші біздің ипотека бойынша табысқа шығудың жолы ол обучение өткізу. Яғни сіз өз біліміңізді бөлісе аласыз. Қазір обучение осы ипотека саласы бойынша курстар 300 мың теңгеден басталады. 300 мың, 500 мың, 700 мың, 800 мың ары қарай кете береді. Ал сіз бұл курсты өзіңізге тиімді бағамен мүмкін 200 мыңға үйретерсіз, мүмкін 300 мыңға үйретерсіз. Табыс табу мақсатында қызмет көрсетпей-ақ осы саланы үйретумен де табысқа шығуға мүмкіндігіңіз бар. Осы барлық айтқан мәліметтерді мен өзімнің курсымда сіздерге үйрететін боламын. Қалай сопровождение жасау керектігін, қалай консультация өткізу керектігін, немесе қалай обучение жасау керектігін. Ал енді сіздерге ипотека под ключ курсымның модульдерімен, тақырыптарымен таныстыра кетейін. Бұл курс бізде 6 модульден тұрады. Ең алғашқы модуль бізде ол ипотека таңдау және дайындық. Яғни бұл жерде біз скоринг жүргізу, кредитный историяңызды қарау, пенсионкаңызды дұрыстау, табысыңызды растау, қалай студенттерге, пенсионерлерге, жеке кәсіпкерлерге, немесе жалдамалы жұмысшыларға қалай табысты растауға болатынын, және табыс растамай қалай үй алуға болатындығын осы бірінші модульде айтып кететін боламыз. Сіз осы бірінші модуль арқылы қандай жолмен үй алуға болатындығын толығымен зерттеп бере аласыз. Яғни клиентке толық ақпарат, мәлімет, консультация бере алатын боласыз. Одан кейін бізде екінші модуль ол мемлекеттік бағдарламалар. Яғни мемлекеттен берілетін қандай үйлер бар, және оның алудың қандай жолдары бар, және ол үйді алу үшін қандай іс әрекет жасауымыз қажет. Осы жайлы толықтай ақпараттар айтылады. Ол үй кезекке тұру, әлеуметтік осал топтың категориясына кімдер жатады, оны үй кезектің бағдарламалары, және әр бағдарлама бақытты отбасы, шаңырақ, концепция дегеніміз не, және де бастапқы жарнаға ипотека алу, бастапқы жарнасыз жилищный сертификатты қалай аламыз, мемлекеттен қалай сіздің бастапқы жарнаңызға ақшаны қалай пайдаланамыз, және де 7-20-25, наурыз секілді жас маман, жалдамалы пәтер, арендный жилье, осы тақырыпта екінші модульде толық айтылып кететін болады. Одан кейін бізде үшінші модуль бұл арнайы отбасы банкке арналады. Себебі отбасы банктың өзінің бірнеше бағдарламалары бар. Тиімді бағдарламалары бар және тиімсіз бағдарламалары бар. Сол бағдарламаларды ашып айтатын боламыз. Ол үшін қалай счет ашуға болатындығын, және баланың депозитін қалай біріктіруге болады, опыт дегеніміз не, вознаграждение дегеніміз не, тұрғын үйде аралық займ дегеніміз не, 50-де 50, 30-да 70 бағдарламалар, немесе өңірлік бағдарламалар секілді мәліметтің барлығын осы модульде үйренеміз.
Ал төртінші модуль ол біздің ипотека түрлері. Яғни ол 2025 жылда қандай ипотекалар бар? Жаңа құрылыстағы, яғни первичный рыноктан алатын ипотекалар бар, екінші рыноктан алатын ипотекалар бар, және ең бастысы жер үй қалай алуға болады осы ипотекаменен. Бізде көбісі жер үй алғылары келеді, және де оны қалай алуға болатын жолдарын білмей жатады. Осы жайында біз төртінші модульде толық айтатын боламыз. Бесінші модуль бұл бізде BI Group, яғни BI Group, Sensata, Базис секілді застройщиктерге арналған бөлім. Сол застройщиктерден сіздер партнерлық ипотека арқылы үй алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал алтыншы модуль осы застройщиктерді қалай дұрыс таңдауға болады, нарықта мемлекеттен қамтамасыз етілген қандай бағдарламалар арқылы үй алуға болатындығын, және де үйді қалай бірден котлованнан деп айтып жатамыз, соны қалай таңдауға болатындығын осы алтыншы модульде толық айтып көрсететін боламыз. Ал егер осы ипотека под ключ курсын алатын болсаңыз, сіздерге бонусқа келесі сабақтарды береміз. Ол деген арнайы сайттармен жұмыс. Яғни егов порталымен, КГД.gov.kz, кезекте.kz сайты бар, еңбек.kz сайты бар. Сонымен қатар НПФ, тиімді зейнетақыны қалай пайдалануға болатындығы туралы құны 100 000 теңге тұратын сабақты сіздерге бонусқа беретін боламын. Сіз бұл бонус сабақтарды көру арқылы қосымша табысқа шықсаңыз болады. Ал достар, бүгінгі тегін сабағымыз аяқталды. Сіздерге бұл ақпараттар пайдалы болды деген сенімдемін. Ал егер ипотека саласын меңгеріп табысқа шығам десеңіз, болмаса сопровождение алам дейтін болсаңыз, онда мына тұрған төмендегі сілтемеге өтіңіз.